Аудандардағы этнобірлестіктердің маңызы мен ұлтаралық қатынастардың тиімді құралдары. Облыстық Қазақстан Халқы Ассамблеясының 32-ші сессиясы өтті. Мүгедектер арасында жұмыспен қамту мәселесі өзекті. Облыс орталығында есту кемістігі бар жандардың мұң-мұқтажы тыңдалды. Шаһар күнінде 6 жерде ауқымды бағдарлама ұйымдастырылады. Қалалық әкімдікте мерекені тойлау барысы сөз болды. Облыс әкімі Айдарбек Сапаров медициналық ұйымдардың бас дәрігерлерінің қатысуымен денсаулық сақтау саласын дамыту мәселелері бойынша жедел кеңес өткізді. Жиын барысында тиісті басқарма басшылары баяндама жасады. Аймақ басшысы халыққа медициналық көмектің сапасы мен қолжетімділігін жақсартуға баса назар аударды. Әлеуметтік желілерде тұрғындар емханалардың жұмысына жиі шағымданады. Нөмір 1-ші емхананы аралау кезінде тұрғындар облыс әкіміне медициналық қызмет көрсету сапасына қатысты шағымдарын айтты. Айдарбек Сапаров тар бейінді мамандарды тарту, кезекті азайту, дерттерді дер кезінде анықтау және денсаулық сақтау нысандарына келушілерге барлық жағдай жасау бойынша жұмыстарды жандандыруды тапсырды. Денсаулық сақтау басқармасы мен медициналық ұйымдардың директорлары мүмкіндігінше тезірек 20 шілдеге дейін емханалардағы кезек мәселесін шешу, науқастарды қабылдау жағдайын жақсарту шараларын қабылдаулары қажет. Кадрлардың бір-бірін алмастыруы, басқа емханалардан тар шеңберлі мамандарды тарту мәселесін дереу қарастырыңыздар. Тұрғындар апталап, айлап күтпеуі қажет. Облыстық Қазақстан Халқы Ассамблеясының 27-ші сессиясы өтті. Әділетті Қазақстан, бірлік, тұрақтылық, даму атты жиынның шымылдығын аймақ басшысының орынбасары Сәтжан Аблалиев ашты. Ол саяси институттың ауқымды жұмысын жоғары бағалап, жаңа міндетті тілге тиек етті. Необходимо разъяснить людям, что мир и единство. Халыққа бейбітшілік пен бірлік зор құндылық екенін түсіндіру керек. Бұларсыз біздің болашағымыз жоқ. Осыны бірінші кезекте ұғынған жөн. Біз ассамблеяның рөлін, беделін арттыру және өңірдегі тұрақтылықты одан әрі қамтамасыз ету бағытында бірлесе жұмыс істейтін боламыз. Бірлік бар жерде тірлік бар деп қазақ бекер айтпайды. Айрандай ұйуымыздың арқасында өңіріміз, еліміз алған нық қадамдар жасауда. Бірлескен түрлі бастамаларды жүзеге асып жатыр. Олардың кейбірі әр ұлтты жақынырақ тануға, тіл үйренуге негізделген. Мысалы, қоғамдық келісімнің жергілікті өкілдері қазақ тану мәдени ағартушылық жобасын қолға алды. Қуанышымызға орай нәтиже бар. Осы жобаның асыл мұра, қазақтайым, халық мұрасы аз дамды болсын және ұлттық ойындармен танысайық деген 5 бағыт бар. Жалпы мектептің негізгі мақсаты бұл қоғамдық келісім мен ұлттық бірлікті қамтамасыз ету үшін қазақ халқының тарихын, салт-дәстүрлерін, рухани адамгершілік құндылықтарын қазақ этностары арасында кеңінен насихаттау. Сессияда еңбегі сіңген бір қатар жерлесіміз марапатталды. Солардың бірі шалақындық Владимир Альберт. Азамат 8 ғырлы бір сарлы. Ол шаруа қожалығын басқарады, Сухарабов ауылдық округінде медиатор қызметін атқарады. Туған ауылына жәрдем береді. Для села мы постоянно участвуем во всех вопросах жизненных. Ауылға әрдайым көмек қолын созамын. Қыста жолдарды қардан тазалаймын, тұрғындарға жемшөп әзірлеймін. Бұдан өзге де тындырған жұмыстарымыз бар. Ауылда түрлі ұлттың өкілі тұрады. Барлығы бір-бірімен тату. Жерлестерді алдағы мерекелермен құттықтаймын. Алқалы басқосу соңында кадрлық өзгеріс орын алды. Енді ассамблеяның облыстық филиалы төрағасының орынбасары қызметін Елена Семидоцких атқарады. Ол Владимир Виченконың орнына келді. Байболат Бектемірұлы, Вадим Ударисов, МТРК. Өңірімізде есту кемістігі бар жандарға қаншалықты жағдай жасалған? Оларды қандай мәселелер толғандырады? Петропавлда осы сұрақтарды талқылау мақсатында Қазақстанның саңыраулар қоғамы кездесу өткізді. Оған бірлестік басшылығымен қатар өңіріміздегі әлеуметтік қорғау саласының өкілдері қатысты. Все дорожает, коммунальные, все, интернет, все дорожает. У нас 48 было, говорит, это сейчас у нас 60 с чем-то, да, пособие. 3-я рабочая группа, они тоже инвалиды детства.
Үшінші топтағы мүгедектер де көмекке мұқтаж. Өкінішке қарай бар назар бірінші, екінші топтағыларға бөлініп, есту кемістігі бар жандар назардан тыс қалып жатады. Мысалы, біздің өңірімізде бұл топтағы мүгедектер тұрғын үйге кезекке тұра алмайды. Астана, Қарағанды секілді қалаларда жастарды үймен қамтамасыз ету бағдарламасы бар. Оқуын тәмамдаған жастарымыздың көпшілігі сонда кетіп жатады. Сондықтан осындай бағдарламаны бізде де іске қосу қажет деп ойлаймын. Людмила Кавзалованың ұлы Александр 20 жаста. Жігіт церебралды сал ауруына шалдыққан. Құлағының кемістігі бар. Нәзік жанды бауыр еті баласының спортпен шұғылданғанын қалайды. Бірақ спорт сарайына жету қиын болып отыр. У нас в городе только одна организация, Винокурова. Петропавлда осындай балалардың спортпен шұғылдану үшін спорт сарайында ғана тиісті жағдай жасалған. Оның өзі қаланың арғы шетінде орналасқан. Мен күндіз түні жұмыс істеймін. Баламды күнделікті апара алмаймын. Ал ұлым өздігінен автобусқа мініп, ұзақ жол жүре алмайды. Қаланың өзге аудандарында да осындай спорт сарайы ашылса деймін. Мүгедектер арасында жұмыспен қамту мәселесі де өзекті. Туғаннан дімкәш жандар екі қолға бір күрек тауып еңбек еткісі келеді. Жалпы облыста 900-ге жуық адам есту қабілетінен айырылған, ал балалармен қосқандағы қалалықтардың саны 400-ден асады. Қазіргі таңда оның 100-ден астамы жұмыс істейді. Көпшілігі аспаз, кондитер болып, немесе наубайханада еңбек етеді. Асури Абдулла, Александр Янсен, Вадим Ударисов, МТРК. Шаршаңқы күйде көлік жүргізудің салдары соқпақты. Полиция қызметкерлері жедел жәрдем мамандарымен бірлесіп, жолдағы қайғылы жайттың алдын алу мақсатында арнайы акция ұйымдастырды. Олар түнгі уақытта рейдке шығып, жүргізушілердің қан қысымын тексерді. Әсіресе жүк көліктер мен автобустар жіті назарда болды. Рөлдегілердің жай-күйі бағамдалып, дұрыс тынығу қажеттігі туралы айтылды. Ночная езда не нужна. Почему? Потому что түнгі уақытта жол жүрудің қауіпті тұстары бар әрине. Әлсін тынығып отыру қажет. 8-9 сағат болсын демалу керек. Өзім қазір жақын маңдағы тұраққа барып ұйықтап алам. Тәртіп сақшылары темір тұлпар тізгіндегендерден қауіпсіздік белдігін тағынып жүруді, жылдамдық режимін, маневр жасау қағидаларын қатаң сақтауды сұрайды. Ең абзалы шаршаған күйде жолға шықпаған жөн. Жол көлік оқиғаларын алдын алу, апаттылық деңгейін төмендету мақсатында әсіресе автокөлік құралдары жүргізушілерінің шаршаған себептері бойынша ағымдағы жылдың 31 шілде аралығында облыс аумағында рөлде ұйықтау облыстық акция өткізіледі. Ішкі істер министрлігінің мәліметі бойынша елімізде жыл басынан бері көлік тізгінінде отырып ұйықтап кетудің салдарынан болған жол көлік оқиғаларында 320 адам қаза тапқан. Ақжүніс Мұқатай, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Петропавлда велосипед ұрлаумен айналысқан 42 жастағы ер адам ұсталды. Ол подъезге тұрғындармен бірге кіріп отырған. Ұрлаған велосипедтерді арзанға сатқан. Осындай жолмен қолды болған 3 көлік табылды. Ер адам ұсталып, Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188 бабы бойынша 3 жыл бас бостандығы шектелді. Полиция қызметкерлері тұрғындарға жеке мүлікке мұқият болып, күмәнді дүниені сатып алмауға кеңес береді. Өңірде мал ұрлығы азайды. Биыл 4 түлікті қолды қылудың 20 фактісі тіркелсе, биыл 8 факт анықталды. Қоса кетек, өңірде жергілікті атқарушы органдардың көмегімен қараусыз қалған малдарға арналып 230 қора жабдықталған. Оған жыл басынан бері 7,5 мың қаңғыбас мал орналастырылыпты. 4 түлікті еркін жайылымға жібергені үшін 1000-нан астам тұрғынға қатысты хаттама толтырылды. Полиция инспекторлары ауыл тұрғындары арасында түсіндіру шарасын өткізіп жатыр. Себебі қараусыз қалған мал ұрылардың оңай олжасына айналып қана қоймай, жол көлік апатына себепші болуы мүмкін. Соңғы уақытта елімізде балалардың терезеден құлау жағдайлары жиілеп кетті. Ал жуырда Астанада 3 жасар бала 17-ші қабаттан құлап қаза тапты. Бұл жыл басынан тіркелген бірінші оқиға емес. Мамандар статистикаға қарап алаңдаулы. Солтүстік қазақстандықтар өңірде осындай қайғылы жайттың алдын алу мақсатында нәтижелі жұмыс атқарып жатыр. Мамандар профилактикалық жұмысты Сүтішев көшесінен бастады. Ольга Корнева 6 баланың анасы. Балаларының 3-еуі мектеп жасына дейінгі жаста. Отбасы 3-ші қабатта тұрады. Мамандар бүгін Корневтердің үйіне келіп, терезелеріне тегін құлпы бар тұтқа орнатып берді.
Я всегда... Декреттік демалыстамын, балаларым кішкентай. Көп ойнап, көп жүгірет. Терезеге міңбеңдер деп айтып отырамын. Үлкен балам 14-те, ол кішкентайларды қарауға көмектеседі. Төтенше жағдайлар басқармасының мамандары кілті бар тұтқа орнатып берді. Қамқорлықтарына ризашылығымды білдіремін. Құтқарушылар тұрғындарға москит торлары баланың салмағын көтере алмайтынын еске салады. Балалар торды қорғаныс ретінде қабылдап, оған сүйеніп тұрады. Сол сәтте бүлдіршін құлап кетуі мүмкін. Баланың қауіпсіздігі үшін терезеге құлпы бар тұтқа орнату қажет дейді мамандар. Көп балалар тұратын үйлерде терезелерге біз тұтқа орнаттық. Тек қана ата-аналары өздері кілтпен аша алатын тек қана сол тұтқа болады. Солай балаларды терезеден құлаудан сақтайды. Осы жұмыс көп балалар тұратын ата-аналарда бүкіл пәтерлерге орнатамыз. Осы списокті акиматтан немесе соцзащитадан аламыз. Мамандар бүгін 4 пәтерге барып, құлпы бар тұтқа орнатпақ. Бұл жұмыс жалғасын табады. Гүлден Сембаев, Александр Янсен, МТРК. Қазақстан экономикасындағы шағын және орта бизнес үлесі 2030 жылға қарай 40%-ды құрайды. Бұл туралы Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантаров мәлімдеді. Қазіргі уақытта жұмыс істеп тұрған шағын және орта кәсіпкерлік нысандарының саны 23,4%-ға өсіп, шамамен 2 миллион кәсіпорынды құрады. Осы секторда жұмыспен қамтылғандардың жалпы саны 18%-дан артып, 4,1 миллион адамға жетті. Нәтижесінде экономикадағы шағын және орта кәсіпкерліктің үлесі 33,3%-дан 36%-ға дейін жетті. Бизнес нысандарының өнім шығару көлемі 28%-ға ұлғайып, 59 триллион теңгеден асты, деп атап өтті министр. Сондай-ақ былтыр шағын және орта бизнесті қолдау аясында 1,3 триллион теңгеден астам несие сомасына 46 мың жоба субсидияланды және кепілдендірілді. Ал ағымдағы жылдың соңғы 5 айында 586 миллиард теңгеге оннан астам жоба кепілдендірілген екен. Биыл субсидиялауға және кепілдік беруге 266 миллиард теңге бөлініпті. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 96 миллиард теңгеге көп. Кәсіпке бағыт жобасы аясында өткен ара өсіру ісіне арналған оқыту курсы өз мәресіне жетті. Қанатты жәндік шаруашылығының қыр-сырын Пасека Қызылжар серіктестігінің омарташы сарапшысы Дмитрий Степура үйретті. 35 жылдық тәжірибесі бар маман қатысушыларға 2 күн бойы дәріс оқыды. Іс жүзінде көрсету үшін орман алқабындағы омартаға ертіп барды. То есть очень много ползает. Курсқа көп жылдық тәжірибесі бар омарташылар да қатысты. Олар бұл саланың жілігін шағып, майын ішсе де білмегеніміз көп екен дейді. Хотелось бы выразить слова благодарности Атамекену. Осындай мүмкіндік беріп отырған кәсіпкерлер палатасына алғысымды білдіремін. Оқу барысы бәріміз үшін қызықты болды. Араларды қысқа қалай дайындау керектігін, аналықтарды қалай дұрыс өсіру керектігін білдік. Осындай көп ақпаратты 4 күннің ішінде қалай сыйғызғанына әлі таңғалудамын. Понравились эти курсы, как теоретическая часть, так и практическая, выезд на пасеку. Оқыту курсы маған ұнады. Теориялық сабақ та тәжірибелік түрі де есте қаларлықтай болды. Көп пайдалы ақпарат айтылды. Қазір бой емес, ой жарыстыратын заман. Ал даму үшін білім мен біліктілікті әрдайым арттырып отыру қажет. 11 қатысушы 4 күндік оқуды қорытындылап, сертификаттарын қолға алды. Сондай-ақ олар оқытушы кәсіпкерлердің тарапынан көрсетілетін 3 айлық ақпараттық қолдауға жүгіне алады. Занятия были очень интересные. Жалко. Мен осы жасыма дейін мұндай оқуларға қатысып көрмеппін. Себебі бәрінің форматы бір, аса бір ерекшелік жоқ деп ойлайтынмын. Ал мұнда бәрі өзгеше. Кәсіпке енді аяқ басқандар да, көп жыл тер төгіп жүргендерді жиналды. Бір-бірімізге кеңес бердік, тәжірибе алмастық. Тағы еске сала кетейік, мүмкіндіктер мұнымен шектелген жоқ. Алдағы уақытта туризм, балық пен тұқым шаруашылығы және сүтті ірі қара мал өсіру бағыттары бойынша да тегін оқыту өткізіледі. Аснури Абдулла, МТРК. Тарихы тереңде жатқан кәсіпорын. Биыл Қызылжар су серіктестігі іргетасының қаланғанына 120 жыл толып отыр. Үздіксіз жұмыс істеп, бір ғасырды артқа тастаған аталмыш кәсіпорында қазір 800-ге тарта адам тер төгеді. Бүгін еңбектері еленген жандар мерейтойға орай марапатталды.
Абжан Елемесов кәсіпорынға осыдан 14 жыл бұрын келген. Азамат мұнда жауапкершілігі жоғары қызметте. Ол күнделікті жұмысшылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, оқыс оқиғаны болдырмауға бар күш-жігерін салады. Ерен еңбегінің арқасында бүгін солтүстік қазақстандыққа кәсіподақ атынан алғыс хат берілді. Жағдайларын жасау, оған бастықтарымыз, басқармаларымыз көп көңіл аударып жатыр. Соңғы жылдары осы еңбекті қорғау саласындағы бөлініп жатқан қаражат жағдайы 2 есе 3 есе көбейді. Өйткені біздің жұмыс істеп жатқан қаланың ішінде жұмыс істейді ғой. Нелерде терең шұңқырларда жұмыс істейді. Оның астында негізі адамның деннің саулығына өте қауіпті газдар бар ғой. Сондықтан да міне киім-кешектермен, жұмыс киіммен қамтамасыз ету. Ал Галина Пономарева серіктестікте 84 жылдан бері жүр. Еңбек жолында нәзік жанды кәсіпорынның бірнеше бөлімінде еңбек еткен. Қазір зертханашы суды хлорлаумен айналысады. Енді жарты жылдан кейін азаматша құрметті еңбек демалысына кетпек. Наш коллектив очень хороший, приятный. Жұмымыз тату, бәрі бір-біріне көмек беруге әзір. Жұмысымыз әрине оңай емес, бірақ бірлесе түрлі қиындықтардан өтудеміз. Маған қолдау білдіріп, еңбегімді елеген жандарға алғысымды айтамын. Жалпы бүгін серіктестік қабырғасында 90 адам құрмет қошеметке ие болды. Енді тарихқа қайта көз жүгіртейік. Алғашында кәсіпорын желісінің ұзындығы небәрі 5 шақырымды құраған, ал қазір 350 шақырымға жуықтайды. Соңғы жылдары оның 110 шақырымы ауыстырылды. 57 шақырым кәріз жүйесі жаңғыртылды. Апаттық жағдайларда 2012 жылмен салыстырғанда 50% азайған. Износ у нас составляет... Су желілерінің тозу көрсеткіші 60, ал кәріз жүйесінікі 57%-ды құрайды. Республикалық бюджеттің арқасында 10-ға тарта жобаны жүзеге асыруды жоспарлап отырмыз. Алдағы уақытта қаржы бөлінсе іске кірісеміз. Тозу көрсеткіші де төмендейді. 6 жылдан кейін ол 46%-ды құрайды деген ниеттеміз. Қазіргі таңда кәсіпорындағы жұмысшылардың орташа жалақысы 180 мың теңгені құрайды. Еңбекақыны көтеру мәселесі серіктестікте бірінші кезекте қаралуда. Бұл арқылы басшылық кадрлық қиындықты да жеңеміз деп отыр. Алдыр Айтбаев, Александр Янсын, МТРК. 9 шілде петропавлдықтар үшін ерекше күн. Бұл күні олар қала күнін атап өтеді. Жыл сайын мерекеде қызыққа толы бағдарлама ұйымдастырылады. Қала тұрғындары мен қонақтары үшін 2023 жылдың 9 шілдесі несімен есте қалмақ? 9 шілдеде осы біздің орталық алаңымызда қала тұрғындарымен және оның қонақтарына арналған концерттік бағдарламамызды көрсетеміз. Осы алаңда балаларға арналған қазақ ұлттық ойындарын көрсетеміз. Қалалық библиотека интерактивтік ойындар көрсетеді, және де аниматорлар болады. Мынау сахнамызда біздің қалалық мәдениет үйінің әртістері концерт бағдарламасын көрсетеді, және де біздің сонау Астана қаласынан зейнеттегі модельдеріміз келеді. Сән көрсетілімі арман қалам деп аталады. Сән көрсетіліміне қатысушылар ұлттық стильдегі киім үлгілерімен елімізді шетелге танытып келеді. Шара қалада орталық алаңда өтеді. Дәл осы жерде тұрғындар арасында викторина ұйымдастырылмақ. Сұрақтар Петропавлға қатысты болады. Айта кетсек, ауқымды бағдарлама шаһардың басқа аудандарында да ұйымдастырылады. Сағат 10-нан бастап Динамо стадионында стритболдан еркектермен және әйелдердің арасындағы сайысы болады. 12-де футболдан сайыс болады. Пестро көлінде сағат 4-те қаланың жастарына десек те болады концерттік бағдарламамыз болады. Онда шоу красок дейді, ішінде диджей болады, брейк дансерлар болады. Және де осы қаланың біздің қалалық мәдениет үйінің әртістері өздерінің өнерлерін көрсетуде. Жалпы мерекелік шара басты және орталық алаңдармен қатар солтүстік жұлдызы мен жеңіс саябағы, Динамо стадионы мен облыстық кітапханада өтеді. Соңғы аталған жерде интерактивті кітап көрмесі ұйымдастырылады. Самал Жүнісова, Вадим Ударисов, МТРК.
Ән, би, спорттық ойындар мен дәмді тағамдар. Осының барлығы 4 шілде күні Есіл ауданындағы Радник жазғы сауықтыру лагерінде орын алды. Елордамыздың 25 жылдығына орай халықтар достығы фестивалі өтті. Іс-шараға аудан мектептерінен этномәдени бірлестік мүшелері келді. Шалақын аудан өкілдері мен Ильинка, Загратовка, Ясновка, Петровка, Чериковка ауылдық мектептерінің оқушылары қатысты. Дастархан қазақ, өзбек, белорус, украин, орыс ұлттардың тәтті дәмдісімен әрленді. Балалар әр ұлттың ұлттық киімін киіп, биін билеп әнін шырқады. Сонысымен келушілердің қошеметіне ие болды. Сонымен қатар ер балалар күресіп күш сынастырды. Фестивальде барынша көңіл көтеріп сауыққан ұл-қыздар әсерлерімен бөлісті. Приехала в лагерь Родничок, чтобы отдохнуть, повеселиться от души. Здесь очень весело и проходят разные мероприятия. Каждый день дискотеки, очень вкусно кормят. Всем советуем. Ойын-сауықтан бөлек демалушылар гүл шоқтарымен қамшы тоқу, фото жиектемелерін жасау және аквагрим бойынша шеберлік сағатына қатысты. Шара соңында балалар естелікке суретке түсті. Ақжүн Смұхатай, МТРК. Шілде айы жоғары температурамен басталды. Бірінші 10 күндіктің ортасында ауа температурасы 33 градусқа дейін жоғарылайды. Кейін 27 градусқа дейін біртіндеп төмендейді дейді мамандар. Екінші 10 күндіктің басында ауа температурасы түнде 17-22 градус жылы, күндіз 28-33 градус жылы күтіледі. Кейін ауа температурасы түнде 10-15 градус жылыға, күндіз 20-25 облыстың оңтүстігінде 28 градус жылыға дейін төмендеуі болжанады. 10 күндіктің соңында ауа температурасы жоғарылауы күтіледі. Жалпы бұл жолы шілде айы құбылмалы болмақ. Бір айда түсетін жауын-шашын мөлшері нормадан көп болады деп күтілуде. Өткінші жаңбыр, найзағай мен жел осы айдың ішінде жиі қайталанады. Үшінші 10 күндікте ауа температурасы түнде 8-13 градус жылыдан 15-20 градус жылыға дейін, күндіз 19-24 градус жылыдан 25-30 градус жылыға дейін ауыт қиды. Шіліңгі шілде теріскейліктерге аса қолайсыздық тудырмайды. Жағажайға барып суға түсуге керемет мүмкіндік. Ақжүн Смұхатай, Александр Янсен, МТРК.